Медленно с лица вдруг упала слеза. Говорят, что пацаны не плачут. И сколько не пытался бы ты отрицать, в жизни все окажется иначе. В жизни ведь так важен, каждый момент. Важно каждым днем насладиться. Но почему же все те 11 лет я куда-то так торопился? Слезы на щеках, плачут девки, пацаны. Аттестат у всех в руках, а в страницах наша жизнь. Нам бы повторить, времена не торопи. Поздно что-то изменить. Ассалауму алейкум, азиз инсанлар. Атқан таң несібен ырысқал болсын. Біздерден кейін хам келер инсанлар, адам-адамға дос мейірбан болсын. Ассалауму алейкум, құрметті ұстаздар, азиз ата-аналар, қадірдан оқушылар. Мектепке Шекемгахан мектеп білімдендіру бөліміне қарасты 25-ші санлы мектептің 11-ші ағам 11-ші Б класс біткерушілерінің жоғары біліміне әулет 3-ші Ренессанс Тикара сүрені астында қош болғаны мектебім атты байрам кешесіне қош келіпсіздер дейміз. Өзің менен өлшеусіз нарқым менің. Асқартау арқа тұтар алтын белім, ұядан ұрпағыңды ұшырмаққа қош келдің айналайын халқым менің. Демекші құрметті ұстаздар мен ата-аналар, оқушылар мен қонақтар, сыңғырлы күміс қоңырау атты кешемізге қош келіпсіздер. Бүгін міне ажайып күн жақты шашқан, кеуілдері қуаныштан толып тасқан, қоштасатын уақыт келді мектеппенен қиынлау болып тұрау қазір маған. Бірге өткердік талай күн талай айды, мына уақыт сыра артына қарамайды. 11 жыл сіздерменен бірге болдық, болды ғой талай қызық талай жайлы. Алдарында сан тарау жолдары тұр. Бәрі ертең азамат болғалы тұр. Үлкен өмір есігін ашпақ міне, келген қауым қол соғып қолдайық бір. Ұрпағын мақтануға болса лайық. Біз бүгін мақтанайық, жар салайық. Байылғы түлектерді ортаға алып, құрметпен қол соғып қарсы алайық. Деп кеуілері шөкілдесіп тұрған біткерушілерімізді ортамызға шақырамыз. Өзбекстан Қарақалпақстан Республикаларының гимні жаңлайды. Thank you.
Ишмырзаевтің күтушілерге арналған құттықтауын оқып естіру үшін сөзді мектебіміз директоры Оразалиева Анар апаға береміз. Құрметлі меймандар, құрметлі ата-аналар, құрметлі ұстазлар, һәм бүгінгі соңғы қоңырау кешесінің біткерушілері, яғни бұдан 11 жыл бұрын мектепке қадам қойып, бүгін яғни 2026 жыл біткеру қарсаңында тұрған 11 класс біткерушілері. Бүгінгі соңғы қоңырау кешесі, яғни сіздер үшін шалынатын бүгінгі соңғы қоңырау бәршеңізге құтты болсын. Биылғы соңғы қоңырау тәдбірі жоғары марипатлы аулат 3-ші Ренессанс пикары шиары астында өткерілмекте. Себебі әзір мемлекетімізде жүдә көп жастар үшін имканиятлар жаратылып жатырды. Соның һәммесі сіздер жастар үшін, сіздер жастар осы жаратылған имканиятлардан пайдаланып мемлекетімізге керекті перзенттер болып жетілсеңіз керек. Міне биыл мектебімізде 17 оқушы қазақ класс һәм 11-ші қаралпақ класс, 11-ші қазақ класы біткеру арапасында тұрыпты. Бұлардың алдында мемлекеттік имтиханлар тұрыпты һәм мектепті бітірген хақында аттестатты алып, тәқілесе жоғары оқу орындарына кіріп кетуіне тілектестік білдіреміз. Құрметлі ата-аналар, бәршеңізге перзентлеріміздің жаңа өмірге қойып жатқан қадамы құтты болсын. Перзенттеріміз біздер ойлаған жоғары кәсіп маманы иесі болып, мемлекетімізге пайдасы тиетін үлкен инсанлар болып жетілсуіне тілектестік білдіремін. Байрамларыңыз құтты болсын. Енді сіздерге президентіміз Шавкат Миромонович Мирзиевтің сіздерге, яғни біткерушілерімізге деген тәбрік сөзін оқып естіремін. Қадірлі фарзандларым, бүгін өз білім və istedadı, күш қайратыны yangi O'zbekiston bunyodkori jonajon yurtimizga munosib farzand bo'lishga ezgu maqsadga baxsh etishga bel bog'lagan sizlar kabi navqiron yoshlarni maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatayotganingiz bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Mehribon ustozlaringiz va ota-onalaringiz sizlarga aq yo'l tilab turgan mana shu qutlug' kunda mamlakatimizdagi barcha maktablarda so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab, siz kabi minglab yoshlarimiz katta hayotga yo'llanma olmoqdalar. Haqiqatan ham bugun sizlar ulkan imkoniyatlar taqdim etadigan butunlay yangi hayot ostonasida turibsiz. Bu yo'lda tinimsiz izlanib, yangi marralar sari talpinish, dadillik va o'zingizga qat'iy ishonch hissi doimo hamrohingiz bo'lishi lozim. Hamisha yodingizda tuting. Har biringiz o'ziga xos iste'dod sohibisiz. Ularni ro'yobga chiqarish esa avvalo o'zingizga, tinimsiz intilish va izlanishlaringizga bog'liq. Shu o'rinda sizning safingizda o'qishni oltin va kumush medallar bilan tamomlayotgan yuzlab o'g'il-qizlarimiz borligini ta'kidlash o'rinlidir. Keyingi yillarda yangi O'zbekiston yoshlari turli fanlar, sport, san'at va adabiyot sohalarida o'zining chuqur bilim va qobiliyatini yaqqol namoyon qilishmoqda. Hayotda yuksak marralarni ko'zlab turgan bunday serg'ayrat va bilimdon farzandlarimizni yurtimizdagi millionlab o'g'il-qizlarimizga o'rnak qilib ko'rsatsak arziydi. Mamlakatimizda navqiron avlod vakillarini har tomonlama barkamol insonlar etib tarbiyalash, ularning qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlash, qobiliyat va salohiyatni ro'yobga chiqarishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki jonajon vatanimizning kelajagi, uning taqdiri va taraqqiyoti bugun shinam sinfxona va auditoriyalarda qunt bilan ta'lim olayotgan yoshlarning qo'lida. Ular ertaga O'zbekistonni yanada kuchli, rivojlangan va baxtli davlatga aylantirish uchun o'zlarining bor bilimi, iqtidori va kuch-g'ayratini safarbar qilsa, ko'zlagan maqsadlarimizga albatta erishamiz. Saltanatli bayram kechasini ochib berу uchun mektebimiz direktori Orazalieva Anar apaga, mehmonlar avvalimiz Aqsoqovi O'rizboyev Miras ağa, Qidirbayev Yerbol san'at texnikumidan kelgan Erjan Ayzaga beramiz. Bugungi 25-may kechasine kelgan hurmatli mehmonlar, aziz ustozlar hamda o'quvchilar, malaka bugun 25-may 55-maktabda bitirib o'tirgan o'quvchilarning
мектеп алтын дәуірінің соңғы күні десек ham бола береді. Мына бітіріп жатқан оқушы жастарға, шәкіртлеріне бәлен парваз тілеймін. Оқуларда тасқын табыстар тілеймін. Мына университеттерге грантқа кіріп, ата-анасын, ұстаздарын, мектебін, ел халқын қуантып, жақсы бір кәсіптің маманы иесі болып жүре берін. Құтты болсын бәріміз. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, әзиз оқушылар. Бүгін 25 май мектебіміздің ең хаяжанлы, ұмытылмас күндерінің бірі. Şu münasebet bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Avvalo ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlarning mehnatingiz, sabringiz va bergan bilimlaringiz tufayli biz bugun ko'p narsalarga erishdik. Sizlar nafaqat bilim berdingiz, balki hayot yo'llarini ham ko'rsatdingiz. Aziz o'qituvchilar va o'quvchilar, aziz bitiruvchilar va o'qituvchilar, bugun sizlarni bugun yangi bosqich boshlamoqda. Oldingizda katta orzular, yangi maqsadlar va imkoniyatlar turibdi. Har doim ilm olishdan to'xtamang. Ota-onangiz, ustozlaringizning ishonchini oqlang. Men Qo'ng'irot rayoni 2-sonli san'at texnika nomidan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Bugungi 25-may bayram bilan barchangizni tabriklayman. Hurmatli o'quvchilar, men o'tgan 2025-26 o'quv yili mektebimiz uchun yomon o'tgan yo'q. Sababi rayon bo'yicha, respublika bo'yicha o'tkazilib o'tirgan har turli tanlovlar, olimpiadalar, sport jarishlarida mektebimizning o'quvchilari belsenda qatnashib, yaxshi o'rinlarni egallab, mektebimizning atın rayondan chiqaruvga, respublikada chiqaruvda o'z uluslarini qo'shdi. Ham o'quvchilarimiz fanlar bo'yicha milliy sertifikatlar, xalqaro sertifikatlarni oluvga erishdi. Ushbu sertifikatlarda, alqishnomalarda maqtov qog'ozlarini o'quvchilarga topshiramiz. Qo'ng'irot rayonlik maktabgacha keyingi mektep bilim yetirish bo'limi atidan hurmatli ota-ona, sizning farzandingiz Qo'ng'irot rayoni maktabgacha keyingi mektep bilim yetirish bo'limiga qarashli 55-sonli Ulug'ma o'rta bilim beruv maktabining 11-klass o'quvchisi Kengisbayeva Shahsanin Batirbay qizi yuqori ma'rifatli avlod 3-renessans tikari sureni ostida o'tkazilib o'tirgan so'nggi qo'ng'iroq ilaji munosabati bilan hamda maktabda o'qigan davrida tenglishlari orasida belsendiligi, adib ikramligi, intiluvchanligi bilan ayriqcha o'rnak bo'lganligi ham 2025-2026 o'quv yili davomida yuqori natijalarga erishganligi uchun sizga alqis bildiramiz. Qo'ng'irot rayonlik maktabgacha keyingi mektep bilim yetirish bo'limi boshlig'i Fatima Yervanova. Atanasi. Shahsanin qizimiz mana ushbu milliy sertifikatga ega bo'ldi. Xudo xolisa qizimiz o'zi qalagan yuqori o'quv o'rnini topshirib, yuqori ballarni egallab, bir yaxshi kasb mamani egasi bo'luvini tilaklik bildiramiz. Hurmatli ota-ona, sizga rahmat ushunday farzandni tarbiyalayotganingizga. Sizde Prezidentingiz Sag'inbayeva Diananing sport jarishlarida erishgan ulkan жетістікler bilan qutlaqlaymiz. Ham Prezidentingizning tarbiyasina, bilimine bo'lgan ulkan e'tiboringiz uchun sizlarga alqis bildiramiz. Prezidentingiz kelajakda ana vatan xalq egiligi yo'lida fidoyilik ko'rsatadigan inson bo'lib yetilishini tilaymiz. Sag'inbayeva Diana bir qancha sertifikatlarga ega bo'ldi. Bu qizimizda ham yaqinda o'tkazilgan sport jarishida shaxmat turining Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichina yo'llanma oldi. Atanasi Aqlab Isatlar. Және tashakkurnomalarimiz bor. Tengiyeva Gusevar 10-klass o'quvchisi, bu o'quvchimizda milliy sertifikatni olib, so'ng maktabimizning atın yuqorilarga ko'tarishga erishdi. Atanasi Tengiyeva Gusevar o'z o'quvchisining o'zi kelsa bo'ladi. 10-klass o'quvchisi, bu qizimizda fan olimpiadasi ham milliyatga yaxshi qatnashib, milliy sertifikatga ega bo'ldi. Kim?
Kenjebayeva Shirin o'quvchimizda milliy sertifikatga ega bo'ldi. Bu o'quvchimizning ota-onasina da ulkan minnatdorchilik bildiramiz. Navbetova Nurjamal o'quvchimizda milliy sertifikatga ega bo'ldi. Navbetova Nurjamal. Daniyar Umidjon balamiz bu birinchi kasb teruvchisi. Mine mahallamiz bo'yicha, maktab bo'yicha o'tkazilib o'tirgan sport jarishlarida yaxshi qatnashib, rayonimizning atin, maktabimizning atin, mahallaning atin chiqaruga o'z ulesini qo'shdi. Umidjon kelajakda yaxshi o'quv o'rniga kirib, yaxshi bir prezident bo'lib yetilishingizga tilaklar bildiramiz. Sultanov Zamir balamizda o'zining belsendiligi menen milliy sertifikatga ega bo'ldi. So'ng milliy sertifikat orqasida jo'qorg'i o'quv o'rniga kirib ketishini tilaklar bildiramiz. Bayramov Netbayev balamizda milliy sertifikatga ega bo'ldi. Kelajakda o'zim xohlagan jo'qorg'i o'quv o'rinlariga kirib ketishini tilaklar bildiramiz. Mahalladagi sport jarishlarida Netbayev belsendi futbol bo'yicha barcha jarishlarda qatnashib, o'zining shaqqonligini, zerikligini ko'rsatib kelmoqda. Nurlayeva Charas qizimiz da milliy sertifikatga ega bo'ldi. Bu qizimizning ota-onasina da alqishnoma bildiramiz. Maktabdan tashqari sport to'garaklari shakllantirilgan usul sport to'garaklarida bizning o'quvchimiz, ya'ni Allambergen Dilshod o'quvchimiz boks bo'yicha, rayon bo'yicha, respublika bo'yicha juda ulkan yetkinlikka erishib kelmoqda. Uning ota-onasini o'sha yerda alqishnoma bildiramiz. Ota-onasina hurmatli ota-ona Allambergen Ernazar Qozoqbayeva Anjimxon. Sizda farzandingiz Allambergen Dilshodning sport jarishlarida erishgan ulkan yetkinliklar bilan qutlug'laymiz. Ham farzandingizning tarbiyasina, bilimga bo'lgan ulkan e'tiboringiz uchun sizlarga alqis bildiramiz. Farzandingiz kelajakda ana vatan xalq egiligi yo'lida fidoyilik ko'rsatadigan inson bo'lib yetilishini tilaymiz. Hozirgi davrda Dilshod balamiz Nukus qalasida sport jarishida bellasib o'tiribdi. O'sha sport jarishida da xudo xolasa birinchi o'rinni olib, chempionatga shug'ullanib tilaklar bildiramiz. Hurmatli Sartenov Adilbek Umbetbayevich, Prezidentingiz 11-A klass o'quvchisi Umbetbayev Aydoz Adilbek o'g'li bilim-yendiruv bag'darlamasining ta'lim standartlari talablari darajasini o'zlashtirgani uchun minnatdorchilik bildiramiz. Anasi bor ekan, keling. Aydoz balamiz milliy sertifikatga ega bo'ldi. Matematika fanidan. Aydoz balamizda o'zi qalagan jo'qorg'i o'quv o'rnini topshirib, belgili kasb egasi bo'lib yetilishini tilaklar bildiramiz. Nisbayeva Shahsanim maqtov jarlig'i bilan siyqlanadi. Mine buyilgi o'quv yilida maktabimizning 9-klass o'quvchisi O'razbayeva Jansin Qarg'alpoq tili fanidan fan olimpiadasida qatnashib, respublika bosqichida da jo'qorg'i natijalarga erishib keldi. O'sha o'quvchimizni maktab atidan maqtov jarlig'i bilan siyqlaymiz. O'razbayeva Jansin qizimiz Janida 9-klass o'quvchisi Sag'inbayeva Diana maqtov jarlig'i bilan siyqlanadi.
менен сыйлыктанады. Данияр Тинетбай, Байрам Тинетбай. Міне биыл мектебіміздің оқушылары, яғни сіз экологияға байланысты низамдарды білесіз бе деген атамадағы таңдауда мектебіміздің оқушылары табиғат дауысы командасы районда екінші орынды иеледі. 55-ші мектептің табиғат дауысы командасы кең оқушыларымыз бар еді, 9-шы класстың оқушылары қатынасты. Яғни бұл жерде хамеміз білеміз, биыл экологияға жүдә үлкен итбар беріліп атыпты, атрап мұхитты таза тұту, оларды асырап абайлау, келешек ауладқа жеткеріп беру мақсатында өткеріліп атқан таңлау. Осы таңлауда мектебіміздің оқушылары жақсы қатынасып келді, һәм районға белгілі болды. Осы оқушыларымызды құттықтаймыз. Келешекте, яғни келесі оқу жылында да бір жақсы нәтижелерге еріседі деп үміт білдіреміз, һәм мектебіміздің атын жоғарыларға жетістіруге сіздердің үлесіңіз болады деп білдіреміз, һәм бүгінгі байрамды және бір бар құтты болсын деп қаламын. Молодец, біраз адам құрмет жарлық алдыңыз. Болады, әммесі бұл ұстазлардың минеті, бұл мектеп жамаатының минеті, бұл мектепке мен рахмет айтаман, ұстаздарға мың алғыс айтаман. Ауырмаң, сырқамаң, орныңыз жоғалмасын. Хәмеше осындай шәкіртлерді тәрбиелеуде талмай, ғайрат салып, машақатлы һәм мақтаныш жұмыстарыңызға тасқын табыстар тілеймін. Мектептен бір елісіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз. Сөз берелік құрметпен өзіңізге, шәкірттерге арналсын тілегіңіз. Құттықтаушы сөз оқу ісінің меңгерушісі Аккалаев Есатай, тәрбие ісінің меңгерушісі Жұмабаева Жадыра, мектебіміз психологы Раджабова Гүлжайна һәм жасы үлкен ұстазларымыз Роза апа, Үнжігүл апа, Тамара апаларға береміз. Құрметлі ата-аналар, ұстаздар және оқушы жастар. Міне бүгін мектебімізде үлкен байрам, яғни биылғы 2026 оқу жылында бітірушілердің соңғы қоңырау кешесі болып жатқан екен. Бұл бәріңізді соңғы қоңырау байрамымен шын жүрегіммен құттықтаймын. Міне биылғы оқу жылда міне қатарласып тұрыпты бітірушілеріміз, ұлдарымыз, қыздарымыз. Бұларға тілегім Құдайым 11 жыл алған білім тәрбияларыңызды өмірге міне қадем қойып жатырсыз. Қойған қадемлеріңіз құтлы, сәтлі, ометлі болғай. Құдайым бұларға тілегім алдағы мемлекеттік қадағалау имтиханларын жақсы бақаларға бітіріп, өздері таңлаған жоғары оқу орындарына жақсы балалар топлап грант есабында оқуға кіруін тілеп қаламын. Ұшқанда қанаттар талмасын, әрдайым. Мына 11 жыл давамында бірге болдық міне. 11 жыл давамында бұлармен ұрыстық, уақытымен сөйлестік, жақсы сөздерімізді айттық. Барлығы осы балдарымыздың жетіскендігі, жақсы болуына сол үшін айтылған өздеріміздің біліміміз, өздеріміздің тәрбияларымызды қолдан келгенше бердік. Ендігі жағында бұларға үлкен табыстар тілеймін. Мына осы оқушыларымыз, Құдайым оқуларға кіріп, бір шашуларына барғаймыз, ата-аналар, құрметті. Енді жақсы ниет қой енді бәрі. Не қылдаймыз енді? Мына
Ассалаумалейкум, құрметті ұстазлар, hamda бүгінгі байрам кешесі қатнасушы болған азиз меймандар. Бүгінгі байрам кешесі бәріңізге құтлы мүбәрек болсын. Қарлығаштай қанат қағып, шу алдында тұрған азиз оқушыларым, бүгінгі байрам кешесі бәріңізге құтлы мүбәрек болсын. Өмірде қанатларыңыз еш вақтада қайрылмағай, студент болу бақты нәсіп етке, ойлаған арзу арман етлеріңізге жетіп, Құда қалесе августте бәріңіз студент болып қуанып отырғайсылар. Ата-анасының ақжүзлі абырайлы перзентлері болып, келешекте бақытлы қыз, бақытлы жігіт болып өмір сүргейсіздер. Ассалаумалейкум, бүгінгі кеше қатынасушылары, құрметті ата-аналар, бітірушілер. Міне бүгін бітіру алдында тұрсыздар, Құдайым сол ұшқан қанатыңыз талмасын. Өмірде не арман еткен болсаңыз, арманларыңызға жетің деп тілектестік білдіріп қаламын. Здравствуйте, дорогие родители, выпускники. Вот вы стоите сегодня на пороге окончания школы и средней школы. Желаю вам, во-первых, здоровья, не уставать и не забудьте свою родную школу, своих родных учителей. И желаю, чтобы вы стали студентами высших учебных заведений. И всегда открыта наша школа для вас. Ассаламалейкум, құрметті қонақтар, ата-аналар, біткеруші жастарымыз. Міне бүгін біткеру арапасында тұрған екенсіздер. Міне еш уақыттары қанаттарыңыз талмасын ұшқаныңызда. Жоғарғы оқу орнында грант асасында кіріп, Құдайым қуанып, біздер бір бақытты ұл, қыз болып жетіліп өріңізге тілектеспін. Бақытты болың, балдарым. Ассалаумалейкум, құрметті ұстазлар, ата-аналар, бүгінгі күннің себепшілері, оқушылар. Не бүгін әмеңіз қанат қағып, ұшып кете жатсыз. Құдайым жолыңыз ақ болғай, жолыңыз ашық болғай. Әмеңіз жоғары оқу орындарына кіру нәсіп етке. Әмеңізге рахмет тілеймін. Бүгін биылғы оқу жылының жұмағы бойынша жыл давамында мына оқушыларымыз дәстүрге айналып кетті ол нәрсе бүткіл республика бойынша. Яғни пәнлер бойынша милли сертификат әркім өзінің таңлаған пәні бойынша тапсырып, соған еріскен оқушыларды сыйлауға рұқсат етсеңіз. Биылғы оқу жылда 11 класс оқушысы Данияров Үмитжан математика пәнінен С дәрежедегі сертификатпен сыйлыққа. Сонымен 11 класс оқушысы Байрам Нетбай математика пәнінен Б дәрежедегі сертификат алуға ерісті. Сұлтанов Замир Қуатбайұлы тарих пәнінен Б дәрежедегі сертификат иесі. Сонымен Үмбетбаев Айдос Аділбекұлы математика пәнінен Б дәрежедегі сертификат иесі. Кеңесбаева Шақсанен Батырбай қызы. Бұл қызымыз 3 пәнінен, яғни қарақалпақ тіл пәнінен С+, биология пәнінен Б+, химия пәнінен С+ дәрежедегі сертификат иесі болды. Бітірушілердің алған сертификатлары еді. Енді 10 класс оқушысы Нәубетова Нұржамал Тазабай қызы. Бұл қызымыз қазірше 10 класс болуына қарамастан 2 сертификат иесі. Яғни қарақалпақ тіл пәнінен Б+, тарих пәнінен С+ дәрежедегі сертификат иесі.
Байрамжан қызы, Шерін Тұрсынбай қызы, математика пәнінен С дәрежелік сертификат иесі. 9 класс оқушысы Сағынбаева Диана Исатай қызы, математика пәнінен А+ дәрежелік сертификат иесі. Көше бойлап, сені бойлап, іздей бердім айнала. Мен барайын, мекен жайың, қай ауыл мен қай қала. Қылып кетті қараңғылдар, қай жігіт пен қай бала. Көше бойлап. Құрметті оқушылар, оқың, ізленің, оқудан шаршамаң. Әмде естіп атқан шығарсыз, әртүрлі іжтимаи тармақтарда естіп атпыз. Яғни 5 сертификатқа ие оқушыларымыз болып жатыр. Районымызда қанша болып жатыр? Сол оқушыларымыз, яғни жоғары оқу орнына тест тапсырып отырмайды, 189 балды алып, грант есабында оқуға кіріп жатыр. Сол оқушылардың қатарында біздің де оқушыларымыз, Құда қаласа 9-10 класс оқушыларымыз уже 2 сертификаттан ие болып жатыр. Сол бәріңізге тілегім сол сертификатларды алып, сол келешекте 189 бал алып, осындай қуанып отыру әммеге несіп етсін. Район 55 салы Ұлыма білім беру мектебінің 2025-2026 оқу жылы біткерушісі өзінің жоғары ықтидары, үлгілі мінез құлқы һәмде жәмиеттік жұмыстарда, тәдбірлерде белсенділігі менен барлық қатарластарына үлгі һәм өрнек болғанлығы үшін 11 класс біткерушісі Құдайбергенова Діназа мектеп тарапынан құрмет жарлығымен сыйлықталады. Азиева Ахмарал. Аманғалиева Жазира. Амангелдиев Аблайхан. Абатбаева Балнур. Куандикова Аруна. Смайлова Шахноза. Нуруллаева Шарас. Айдарбай Мелбек. Байрам Нетбай. Кеңесбаева Шахсанем. Жаңабергенова Маншук. Ерте алып кетті арамыздан сізді. Көз алдымызға жүзіңіз келіп тұр бүгін. Жақсылар жүрегінде жасайсыз барға, болсын жайыңыз жәннетте, топырағыңыз торға. Дүнияның қаймышында десе де барар едік, дариядан шөлістаннан өтуге таяр едік. Әттеңсіз жатқан жайдың есігі айнасы жоқ, мұңдарттың дауасы бар, әжелдің шарасы жоқ. Қарақалпақ тілі пәні марқұма ұстазымыз Оразбаева Дархан апамыздың рухлары шат болсын. Көнбеске шара жоқ, бұл ащы ақиқат.
Сонда да инсанның жүректерінде бір арман жасырынып жатады екен, еле жасай бергенде қайтеді екен. Мархума ұстазларымыз Гүлнар апа, Лиза апа, Дилбар апа, Элза апа, Арзыбеке апа, Дилсара апалар яд етіп 1 минут орнымыздан тұрып құрмет көрсетсек. Иншаллах рухлары шат болсын. Әлпешлеп биік шыңларға жетелейтұғын 11 жыл бойы білім беріп келешекке нық қадам басуға көмектесетұғын алтын ұя болып есептелінеді. Солай емес пе? Дұрыс айтасың. Мектеп кеме біліп теңіз деп бекер айтпаған ғой. Олай болса баршаңызға арналған мектеппен қоштасу кешін бастауға рұқсат етіңіздер. Кешіміз өтіп жатыр салтанатты. Төгілген күн нұрынан шапағатты, мың бұралып бейшелер бей-бейлейді, халайық қол соғыңыз мархабатты. Бүгін қандай шатлық толы кешеді. Кеуіл шіркін тасып толып өседі. Ол кешегі жігіт болып қалыпты, бой жетіпті батиклы қыз кешегі. Біткерушілер атқаруында Қарақалпақша аяқ ойын. Қырандай жетілдірдің қиядағы, ұстазға деген ыссы сағынышым бір қосыққа қалай ғана сыя алады деп, сөзін әуеті бірінші ұстаздарымыз болған Кенжегүл апа, Эльмира апа, Айсұлу апа, Зоя апа, Амина апа, Жандос ағаға және пенсионер ұстаздарымыз Зүлфия апа, Зоя апаға береміз.
алейкум. 55-ші мектеп жамағасы, жиналған ата-аналар, бүгінгі біткерушілер. Міне бүгін 2015 жылдың сентябрінде бірінші мектепке қалем таслап келген балаларымыз өмірдің өтуіменен, жылдарымның оғындай өтуіменен міне бүгін біткеру кешесін басылап жатыр. Бүгінгі кешеңіз құтты болсын балаларым. Әммеңізге құтты болғай. Міне сіздерге келешекте сәтлі қадем, ата-аналарыңыздың алдында аман жүргейсіздер. Мына басыланайын деп тұрған емтихандарыңызды жақсы бағаларға тапсырып, жоғары оқу орындарына кіру нәсіп еткеніне күніменен көріп жатырмыз, қуанып жатырмыз. Әммеңіз не алғансыз? Көпшілігіңіз грамота, мақтау грамоталары, әрқилы мазмұндағы мақтау грамоталарын алып жатсыздар. Неге олимпиадалардан жеңіп шыққан мақтау грамоталарын алып жатсыздар. Соған біздер қуанып отырмыз ішімізден. Міне сол оқытқан оқушыларының, оқытқан мұғалімдеріңіздің жүздері жарқын болып, бастауыш класста оқытқан, тәлім-тәрбие берген, жоғары класста оқытқан ұстазларының, класс басшыларыңыздың жүздерін жарқын қылып, жоғары оқу орындарына кіру нәсіп еткей, ата-аналарыңыздың не ойлаған арманларына жеткейсіздер. Жортқанда жолыңыз болғай, ыдырата достыңыз болғай. Міне сол әрбір атқан қадемлеріңізде алдыңызда сол бақыт, дәулет күтіп тұрғай. Ассаламу алейкум, құрметті ата-аналар, ұстаздар және менің кішкентай оқушыларым. Міне бүгін 25 май ең бір қуанышты күндеріңіз, мерекелеріңіз құтты болсын. Алдағы емтихандарды жақсы бағаларға аяқтап, жоғары оқу орындарына кіру несіп етсін. Келешекте еліміздің, халқымыздың абыройын көтеретін ең бір жақсы қыз жігіт болып жетілсек, аңсаған армандарыңызға жете берулеріңізге тілегімді білдіріп қаламын. Ассаламу алейкум, құрметті ата-аналар, ұстазлар, бүгінгі кешенің себепшісі болған біткеру оқушылар. Әммеңізді бүгінгі кешеменен құттықтаймын. Оқушыларға келешекте денлеріңіз сау болсын, ата-анаңыздың алдында аман жүрің. Алдағы имтихандарды жақсы бағаларға біткеріп, жоғары оқу орындарына кіріп, белгілі кәсіп иесі болып, мектебіңіздің ата-анаңыздың мақтанышы болып жүріңізге тілектеспен. Еш уақытта айдың жолдарыңыз абайға ашық болсын, аман жүргейсіздер. Ассаламу алейкум, ұстазлар, хәнде ата-аналар. Бүгінгі кешенің жиналымыздың себебі осы біткерушілер жастарымыздың. Бүгін Құдайым жақсы бағаларды алып, ендігі жыл Құда қалесе, осы жыл грант асасында оқуға кіруіңізге тілектес білдіремін. Ата-анаңыздың жүздерін жарық қылып, хәмеше ойнап күліп жүре берін. Және бір пенсионер ұстазымыз Күләсен апамызды шақырып қалайық. Ұстазлар, ата-аналар, бітіруші оқушылар, міне мектеп қосағастан біткеріп кетіп жатыр, сіздерге аумет тілеймен. Не қылеміз? Жоғары оқу орындарына кіріп Құдайым 55 салы мектептің атағын көтеріп жүру нәсіп ете берсін әммеңізге. Ақ жол бәріңізге. Тыңдаған көңілдегі толғамымды, шындаған тәрбие мен талғамымды, өмірдің маған сыйы деп білемін, өзіңдей жанға шәкірт болғанымды. Деп мектептегі күндерді сағынышпен есеп, біткерушілер атқаруында мектебім қосығы. Әліппені алып, әріптерді танып, жүрекке жалан естелігі жеткен мектебімде өткен қайталанбас қызық шақтарым. Мектебімнің жолы естелікке толы, өмірімнің үлкен өткені. Оқулық пен дәптер, оқып жүрген сәттер, көңілімнің көркем көктемі. Мектебімнің мені қасіретті мекені, өзіңнен биікке ойласам қуанып
Күнсіз кейде боламын көп күйде, ұшырғандай көңіл кептері. Болып мақта тұлға шықсам тауға шыңға, сенен асып мүлде кетпедім. Биіктерге қонсам, жақсы адам болсам, сенің ақыл менің мектебім. Ойласам қуанып кетемін. Жасам жандар менен мереке деп білем, мектебімде жүрген арманым. Ойласам қуанып кетемін. Жасам жандар менен мереке деп білем, мектебімде жүрген арманым. Күндеріміздің бірге шақырамыз бірге, ұстаз деген жаннан болғын. Мереке деп бүгін құттықтайды бүгін, жүрегінен арнап әндерін. Жасам жандар менен мереке деп білем, мектебімде жүрген арманым. Жүзі нұрлы, шаштарында қар. Жолыңызға баққан інтізар, дуасында жәннетлері бар, ата-анаңыздың қадіріне жетің. Ақ сүт берген ананың балада хақы зор болар. Ананың қадірін білмеген баланың басы қор болар. Өтіп кетер өмір бірден де, жылдар артқа қайтпайды білің. Бұл дүнияда ең әзиз инсан анаңыздың қадіріне жетің. Ата-аналарын көктерге көтеріп жүрген біткерушілерімізді құттықтау үшін ата-аналарына сөз кезегін береміз. Жамиля апа, Айман апа, Бақыт апа, һәм Гаухарай апаға сөз кезегін береміз. Жасы үлкен ата-аналар. Бүгін кешенің қонақтары, hürmetli ұстазлар, бүгін келуші балалар, қызларымыз, міне бүгінгі қуанышыңыз әмеңізге оң болсын. Мінеке бүгін келешекке кетіп бара жатқан жолдарыңыз ашық болсын. Мәртебелеріңіз, дәулетіңіз бақыт бір үлкен шаңырақларға азаматтар болып жетсін. Ұлыма оқуларыңыз алдында бір ондан да жоғары оқуларға кіріп, бір халықтың алдында, елдің алдында бір әдеулі перзенттер болып жетілдіңдер. Құдайым хәмеше Алланың көзі ашсын балаларым. Оң болсын бәрілері. Ассаламу алейкум. Оқушылар, мінекей, қыздарымыз, балаларымыз біткеріп атқан екен. Құдайым оң болсын, үлкен оқуларға кірің. Құрметті ата-аналар, ұстаздар және біткеруші түлектер, бүгінгі байрамыңыз құтты болсын, алдарыңыз ашық болсын, дендеріңіз сау болсын, аңсаған армандарыңызға жетіп, армандарың орындалсын, бақытты болыңдар. О әділі мұғалімім, ұстазым, балалық өмірімнің болдың бағманы, жетелеп кіргізіп мектеп бағына, жегіздің тұрмыстың шеремеуана деп біткеруші атқаруында қазақша аяқ ойын.
Biz Алсабекті Оразбаев Мирас аға ортаға шақырамыз. Бұл жерде кемшілік болады. Балнейне басып атырды, себебі бір ауыл бұраушылық болып атыр, басқа зат болып атыр. Бағана Анар апаменен екеуміз оқушыларды, ата-аналарды құттықтауға шақырып отырған кезінде мен бір оқушының ата-анасын, бір оқушының құрмет жарлығын алып едім, бірақ техникалық себептерге көре сәл кешегін кіріп келді. Себебі менің қолыма осы оқушыға мен өзім беремен деп бір ниет қылып келіп едім. Бұл оқушылардың арасында әммесі жақсы, бірақ дегенмен айрықша көретін менің сабырлы бір оқушым, сабырлы бір шәкіртім бар, Қалиева деген, Сәре деген қызым. Келе ғой. Бұл оқушының оқуларында ұлыма бір қарасаң бір тәрбиясында бір айрықша бір басқаша бір көруге болады. Себебі бір шоғам емес, бір не дейді, бір пәсәм емес, бір ортада бір өзінің білгені, өзінің оқуыменен бір айрықша бір ортада жүреді. Осындай қызды тәрбияға келтірген ата-анасы мына Айгүл апам менен Сейтнияз аға бар болса, осындай қызға мен миннетташылық білдіретін едім. Рахмет, осындай қызды тәрбияға келтірген үшін. Айгүл апа бар ма, Айгүл апа? Рахмет, болады сау бол. Шарықтап биік қиялым, шаттанып шексіз сый алдым, анадай ұстаз мектебім, алғысым айтар көп менің. Ұстазына шәкірті қымбаттырақ, ұстаның бұйымындай баға жетпес. Ұстаздар бөлен секен жиын нұрға, білім мәтті алқаптың жиған дәнін. Енді оқушыларымыздың ата-аналарын ортаға шақырамыз. Сақлаймын есте бақытқа жеткенген әкемнің жолы. Жанымнан кессең де арыңнан кешпе, перзентім еліңді қызғыштай қора. Тұрылық сабағын сақлаймын есте бақытқа жеткенген әкемнің жолы. Bir ömür terбетіп алақанда көкерге көтерген анамның қолы. Рахметтер айтайын қолымнан ұстап, шемизар бабаға кірейін бастап, дүнияның істерін бір шетке тастап, ұлы тұрайын бір адам болып. Рахметтер айтайын қолымнан ұстап, шемизар Sende arından keşpe, perzentim elinde kızgıştay kurum. Turulup sabahın saklayman yeste bakıtka. Ayarman karamazsam uyranman, kırgın kaldım hayranman. Арман қылған алаулаған жүректері, мақсаты да мұраты да бір тілектері, жас қырандай қанат қағар қияға алыс, жолың болсын мектептің жас түлектері. Жас түлектер атқаруында вальс. You
көп жаслар арқа сүйеген. Алдыңызда ақ басымды иемен, келешектің гүлшанына гүл еккен, мен мұғалім деген халықты сүйемен. Бүткерушілер ұстаздарына деген міннетдаршылық сауғаларын тапсырмақшы. Без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарить женщинам цветы, без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташке. Я подарю вам все цветы, навсегда в сердце ты. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе пионы, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы, мужчины. Үшін жанын салған сынып жетекшілеріміз Рахим ағай һәм Гүлжайна апайларға сөз береміз. Құрметті ата-аналар, ұстазлар, менің әділі оқушыларым. Бүгінгі себепшіміз менің оқушыларым бітіріп жатыр, қанатлары талмасын, Құдайым жолы ашық болсын. 11 жыл алған білімінің бейнетін ақылап Құдайым грантқа кіріп кетсін. Ата-аналарын қуантып, мұғалімдерді қуантып, солардың шашуында отырғаймыз. Ата-аналардың алдында аман болсын, ешқашан ауырмасын. Солардың қызықларын ата-аналары көріп жүре берсін. Ассалаумағалейкум, құрметті ата-аналар, мұғалімдер, оқушылар. Бүгін байрам 25 май бітіру кешесі болып жатыр. Әммеге құтлы болсын, оқушыларға да. Осы оқушылар бір майданда 6 жыл өтіп кетті. Кеше жақында алғанымызда 5 класс кішкене оқушылар еді. Өсіп қалды. Келешекте осы жақсы оқу орындарына кірсін, қанатлары талмасын, ақ жол тілейміз. Өмірде жақсы денсаулық, бақыт, жұмысында оқуларында табыс тілейміз бәрін. Абзал жандар биік тұлға бай салды. Құшақ жайып тол мерекен қарсы алды. Қуанышты жарқын тілек білдіріп, құттықтайды балапандар баршаны. Бір харіп үйреткен инсанға 40 жыл. Қызмет қылсаң ол да болар дейді аз. Сіз үшін қосықларым бұл. Таңхам алғыс сізге қадірдан ұстаз. 1 классқа қадем тасай жақ балапанларымызды қол шапалақлармен ортаға шақырамыз. қуанышқа толасың. Қоңырау осы жаңғырып, мектеп ішіне шақырар, оқушылар қуанып, сабақ жағы асығар.
Kitap kalem tata arman darımız asgar asgar. Yaxşı oqib bilim al, bulamız bizden dostlar. Sıngar sıngar kondura mektemizde bilim. Mektemizde beraber
Қоштасар уақыт жетті. Біз ер жетті күн санап тұлғаланып, 11 жыл 10 минуттай өтіп кетті, уақыт түгіл жылдарда жылғаланып. Кеше едік біз кішкене палапан, 11 жыл өтті ғой демде арадан, бүгін қанат қомлап пәрваз етеміз, күтіп атыр бізді өмір жаңадан. Бауырыңда биарман биташ өшөстім, өзіңде жанкүйер бола алмас ешкім, кел бірге тыңлайық қоңырау сестін, қош бол ана мектеп, қош бол ұстазым деп, біткеруші атқарымда қосық соңғы қоңырау. Жанында жалыны бар. Жас талапкер сөзіме көңіл аудар. Бұрынғыдай күтпейді мектеп сені, бұрынғыдай соғылмас қоңыраулар. Мектеп қайта есігін ашпас енді. Өмір ұстаз ақылды ақша шонды. Басқаша енді үйретер бас сабағын, қоңыраулар соғылар. Басқаша енді. Мектебіміздің 4-ші класс атқаруында аяқ ойын.
Тұңғыш мұхаббатын қимаған, қадырдан соқпақларға қарап тоймаған, толғандың бізбенен соңғы қоңырау. Соңғы қоңырау сесті қандай жағымлы. Шығарып іштегі дебду барымды, ер жеттіріп менің қанатларымды, тәрбие бесігім, хош бол мектебім. Біткерушілер атқарында флешмоб. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar una alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. La que abando, me gusta que usted irá elefando, conmigo ya acabó, que eu tô tipo Nina Bravanel mandando a amiga se fuder, batendo na cara da porra, mandando a amiga se fuder, batendo na cara da porra, mandando a amiga se fuder, batendo na cara da porra. Que eu tô сақталады. Жазылмаған өмірдің ақ парағы, жаңа дастан күтеді жазуыңды, күтпейді тек сыныптың тақталары. Мектебім алтын ұя жарқыраған, ұстазым бұлақ көзі сарқыраған, шындалып шыңға қарай қанат қақтың, шарықта жасқыраным ақ жол саған. Деп соңғы 2026 жыл 25 майдың гимні біткерушілер атқаруында.
көзімде қуаныш, мың кеуіл күйім. Өзіңді тәрк етпек тым ғана қиын, біз үшін қадырдан екінші үйім. Хош бол ана мектеп, хош бол ұстазым. Дүнияны үйреткен сіздер шамшырақ, уақыт қимасақ та қылмақшы жырақ. Әркім өз жолына кетеміз тарап, хош бол ана мектеп, хош бол ұстазым. Сені сағынамыз ұшсақ та қайға, себебі сіздердей мейірбан қайда. Келерміз енді 25 майда, хош бол ана мектеп, хош бол ұстазым. 2026 жыл 25 май, хош бол ана мектеп, сыңғырла күміс қоңырау байрам кешесі және бір тарих беттеріне алтын сиялар менен жазылмақта. Байрамда бізбенен болғанларыңыз үшін барлықтарыңызға рахмет айтамыз. Диққатларыңыз үшін рахмет.